Rayondagi bratандар. Кеше сендер емес пе Бахан магазин алдында соғып өткен? Мә, братан, байқамай қалдық. Байқамай ұрып кететін шығарсыңдар, может, бір күні. Жоқ, брат. Братчик, той зимой деген өлең тартшы. Братан, аккордтарын білмеймін ғой. Білмеймін ғой? Темекі өсей, братчика. Братан, темек тартпай бұл. Қойыңдаршы, білемін ғой, мен бәрін көріп жүрмін, берсе ешкімге айтпаймын. Бахан братчик емессің ба? Иә. Баха? Братан, айтпай деді. Братчиктің темек шегеп тұр мына жақта. Братчик, берші. Мынау бит біреудің басына кигіз жегенге жақсы екен, ә? Онда ғани бар, азамат бар. Оншық класс ба? 10 оқисың ба? Мә, біз 10 оқитын кезде ірі қоналар майда ұрсаң құлап қалайын деп жүр. Ассалаумағалейкум, братан, қалайсың? Қалайсың, братан? Сендер не ұрғандығына сыйлайсыңдар ма? Ек қолына амал братан. Магазинге бар қайтақта? Не үшін? Атам екенін жер үшін. Бір нормальный, в общем, машина шығып тұрсын, алып алсам қалай, жақсы ма? Болса жақсы, болмаса несі жақсы? Газеті жерге түсіп кетеді, аяғына қараса, аяқ тияқ! Кешегі вечер не болды айтты? 2-де 1 болды ғой. Короче, 5 бала жалып кетеді, көтім ашып кетеді ғана жерде. Мұздай сумен жүрсе, радым. Құрметті қазақстандықтар, қазіргі таңда елімізде онша емес әзіл айтатын жастардың саны күрт көбейіп жатыр. Әсіресе ауыл-аймақ, аудан, райондарда. Бұл вирус үлкен қалаларға тарамауына бірге атсалса. Шәпөк-тәпөктің басынан кешкен оқиғалары 5. Сендер ма шәпөк-тәпөк деген ең мықты делдалдар? Біз ғой, братан, 100-ің затын 10 мыңға, 10 мың затын 1000 теңге түсіп. Или керісінше, че там не болып қалды, братан? Неменеге запылдап кеттіңдер? Короче, надан телефон алып атқам ғой. Түспей атыр ғой, короче, 70 мыңды қатып тұр. Осын сөйлесіп берсеңдерші ма? О, атеңел нау ма? Кешір телефон. О, ебой, мен нағашымда бар. Мына братан 80 мың алса өкінбейді ғой. 80, ай, братан, мынаны будильник қоясың, завтракна постель істеп береді ғой. Братан, мына телефон бар ғой, қатынның орнына, қатын, баланың орнына бала болып береді ғой, братан. Братан, мынаның ішінде Алиса деген қыз бар. Ішің бұстасымен сөйлесе, отыра бересің, ал, сай, братан. Жауап берем ол маған? Жауап береді, братан. Любой сұрақ. Ол де осындай бір телефон керек болып жүреді ғой. Олға 80 мың аударып қойсай, братан. Аударып қойым анда, жақсы, мықты кезіңдер ғой сендер. Жақсы, братан. Жігіттер, рахмет, кескедей, осы. Болды ғой? Братан, несінше звонная, жақсы. Все. Алло? Брачкам сату керек? Болды ғой, братан. Елдос, магазинге барып қайтайын, нан қаша беш? Нанға ақша дейсіз ба? Иә. О, менде мама наличка қалмаған, карточкамен төлей салыңызшы. Карточкамен? Ну ладно. Мам! Сіз нанға кетіп едіңіз ғой. Жоқ екен, магазинде скидка болып жатыр екен. Соған шыдай алмай кіріп кеттім де полный киініп алдым. Нан қайда? Нан мына десте? Мә карточка. Ой, жылауық десе. Маған ақша беремізші, магазинге нан, тұз алып келейінші. Нан, тұз дейсің ба? Мә, жете ма? Нан, тұз алып кел. Алдияр, жылау қойттың көдің, тырнау ойнамасың, ойнамақ қойып кетші бар. Қайран менің бала шағым-ай, шаруамда шағым. Ей, жаз, ойнап отыр, мороженое берейін бе саған? Мороженое берейін бе, бәште? Мороженое берейін бе? Басеке, машинаңыз дайын. Ойбай, дайын болшы? Қандай машина алып берейін деген сен маған? Жарайды, келесі жол алып берейін.
Достар, көптен күткен менің жеке байқауым басталды. Басты сыйлық менің міне ременім, және де жібек қана ремен емес. Братаннан қалған футболкам бар. Футболкадан бөлек міне Асланның джинсы, квартирадағы Асланның джинсы, және де міне 3 жыл киген өзімнің жап жаңа аяқ киімдерім. Бұдан бөлек тағы да майда сыйлықтар болады. Олар іш киімдер, нәскилер және тағы басқа. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana.